сонда жәннат та жақындатылады дейді. Өзіңіз ойлаңызшы, жәннат келе жатыр енді. Жәннат та жақындатылды дейді. Кімдерге Раббым? Лил муттақина. Сол Құранда қайта-қайта айтатын тақуалар ғой. Тақуаларға дейді. Тақуаларға жәннат жақындатылды дейді. Ғойру бағид. Алыста емес, жақын тұр дейді. Ана адамның, мұсылманның өзі мұмин, иман деген нәрсені түсінгеннен кейін бір-бір үшін жаралған нәрсе ғой. Екеуі кездесіп тұрды. Соңғы сәт қиямет. Дүние біздің орнымыз емес, құрметті жамағат. Бұл тек емтихан орны да. Сенің жүрегің жәннат үшін жаралған. Көздеріңді Алла Тағала сол жәннат үшін жаратқан. Соны іздесін деп. Ана құлағыңды сол жәннатқа кіргізетін амалдарды естіп алып сол жаққа барсын деп жаратқан. Тұла бойыңды сол жәннатты іздеп, сәжде жасап, рукуғын жасасын деп жаратқан. Алла жолында жүрсін деп, жақсы істер жасасын деп. Сен аңсап жүрген нәрсе жәннат. Біз бұл дүниеде Алла Тағала мүмкін бір қиыншылықтармен сынар бізді, бірақ біз ештеңе жоғалтпаймыз. Бірақ жәннатты жоғалтып алу деген қиын да. Негізгі бара жатқан жағымыз сол жәннат. Міне құрмет, тек осы жәннат қана сізді керемет адам қылып шығара алады. Осы жәннатқа ғашық, кәдімгідей жүректі беру керек те бұған. Бұл армандайтын нәрсе емес, бұл қалайтын нәрсе ісіңмен да. Бұл сөзіңмен қалайтын нәрсе, ісіңмен, ақшаңмен, денсаулығыңмен, көлігіңмен қалайтын нәрсе. Бұл көріну керек сіздің бұны қалап тұрғаныңыз бұл өмірде. Ол былай ғана сұрай салатын нәрсе емес. Алла Тағала Құранда айтқандай, лейса биаманиюкум, әсте сендердің армандарың өтпейді дейді бізге. Амал. Сөйтіп, өмір бақи Раббыларынан қорқа біліп өткен тақуалар, тақуалық үшін не істесе де тақуалық мақсатта істегендер. Ораза ұстаса да, парыз ұстаса да, нәпіл ұстаса да, ораза парыз намазын оқса да, нәпіл намазын оқса да, осы тақуалығым піссінші, Раббым, тақуалығым, осы нәрсені маған берші, Раббым. Жүрегім қорқа білетін қасиет берші маған. Байқап сөйлейтіндей қылшы мені, байқап жүретіндей қылшы, байқап адамдармен жүргенде де біреуге зиян тиіп кетпесінші, Раббым менің. Сұраламын ғой ертең ол үшін мен. Түгел сенің құлдарың, ешкімнен артық емеспін мен. Міне солар сол аңсаған сәтіне Алла Тағала жәннатты жақындатып келе жатқанда, олардың көздері оны көріп, екі таза нәрсе бір-біріне жаралған жақындап келе жатыр да. Сонда Алла Тағала айтады екен: «Хаза ма туадуна». Осы ғой сендерге уәде еткенім дейді. Осы ғой. Бір хадиси құдсида айтқандай: «Фихала айнун раат». Бұның ішінде дейді құлдарым, көздерін көрмеген дейді, бұның ішінде бар нәрсені әлі. Жоқ дейді ондай нәрсе. Біз дүниеде көзімізге көрінетін нәрсеге қызығып, өзімізді жоғалтып алырыз дейміз да. Көрінбеген нәрсе да ол. Оның ішінде адамның көзі көрмеген нәрселер дейді. Уәлә узунун самиғат. Адамның құлағы естіп көрмеген дейді ондай дыбыстарды, ондай дауыстарды. Мен оны бәрін ашып айтпаймын дейді Алла Тағала. Оны кірген кезде сюрприз қылған болып тұр дейді. Вала хатара аля қалби башарин. Ешбір адамның жүрегіне, ақылына келіп көрмеген дейді ондағы бар нәрсе. Зухран, қараңдар. Бұны сюрприз қылып тұрмын дейді. Міне соған сеніп, соған қалаған адамдарға сондай қылып тұрмын дейді оны. Міне бұл уәде етілген. Раббым кімдерге уәде етілген? Қандай бір негізгі бір-екі сипатын айтып берсең бола ма бізге? Біз көп білім алып жатырмыз қазір. Неше түрлі білім бар бізде. Пайдалы ма, пайдасыз ма білмейміз. Бізге нақты мынау сипат керек деп көрсетіп берсең, Раббым десек, ликулли ауабин хафиз. Онда бірінші сипатыңды тыңдап ал дейді. Біріншіден сен ауаб болу керексің дейді. Ауаб деген сөз, құрмет бауырлар, бұл мына әрдайым бір қателік істеп қойған кезінде. Қателік, ол қателік үлкен ба жағында, мысалы, кішкентай ма жағында, садақа ма, не ма, қандай нәрсе болсын, Раббысына қайта беретін болу керексің дейді, Раббыңа. Раббыңа қайта беру керексің дейді, қайта-қайта. Раббым деп жоғалтып алғандай жүру керексің дейді.